Саламатсыздарма, бүгін үйде бар заттан донер жасайтын боламыз. Мен балдарыма осылай дайындап беремін, сіздер де дайындап көріңіздер. Картопты ұзыншақ турлап, оған азғантай тұз салып, мынандай майға қызартырып аламыз. Одан кейін екіншісін тағы қызартырып салып аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Осылай әдемі қылып сатып аламыз. Кейін колбаса саламыз. Қаласаңыздар ет салсаңыздар да пісіріп болады. Қияр мен қызанақты салат қылдым. Мына лаваштың ашамыз. Ішіне сол турлап пісірген заттарымызды саламыз. Картоп саламыз. Кейін қияр мен қызанақты саламыз. Оған азғантай тұз салып жібересіздер, араластырып. Үстінен колбаса саламыз осылай. Әдемі қылып. Кетчуп, майонез саламыз. Үйде бала-шағама осылай қылып дайындап беремін. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ет болмаса колбаса да болады орнына салуға. Дәмі жақсы шығады. Қызартырып аламыз. Табамызға салып екі жағын. Менің каналыма лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Осылай іші күшті дәм шықты. Рахмет, сау болыңыздар.